Ағылшын тілді орта қалай? Ол ғылымның ортасы, ол байлықтың ортасы, ол финанстың ортасы, ол бүкіл дүниежүзілік экономиканың ортасы, ол өндірістің ортасы. Ағылшын тілді ортаға ену бүкіл дүние жүзінде өндірісің өркендеп, ғылымың асып, тасып дамитын орта. Және ол демократияның, прогрестің ортасы. Ал орыс тілді орта қалай? Орыс тілді орта, орыс тілі шовинистік орта, орыс шовинизмнің ортасы, ол бюрократияның ортасы, ол коррупцияның ортасы. Сен орыс тілін шетел тілі ретінде меңгеріп, орыс тілді халықтармен сауда жасасаң, бизнесің ешқашан өркендемейді, пара беруге мәжбүрсің, көлеңкелі тұстар өте көп. Ал ағылшын тілді ортада сен ешкімге пара беруге, әке көке, жәке мәке табуға міндетті емессің. Міне, сондықтан орыс тілі коррупцияның тілі, орыс тілі жезөкшеліктің тілі, орыс тілі бюрократияның тілі, орыс тілі шовинизмнің тілі деп айтатынымыз сондықтан. Қазіргі ілім де, білім де, ғылым да, байлық та, күш те, қуат та, өсу де, өркендеу де, демократия да, қысқасы айтқанда барлық құндылық ағылшын тілінде тұр. Бүкіл жер әлемінің ақпаратының 99% ағылшын тілінде. Бүкіл жер шарындағы ақпараттың 95% ағылшын тілінде. Бүкіл ғылым жетістігі ағылшын тілінде. Ағылшын тілінде жазылған IT саласындағы ең жоғарғы жетістіктерді Қытай мен орыс 2 жыл, 3 жылдан кейін барып өз тілдерін аударып, IT мамандарын үйрете бастайды. Сондықтан осы ғылымның үздік саласында балаларыңыз ержетсін десеңіздер, мынау Индия сияқты осы тым кедей, тым нашар ортадан шығып, біртіндеп әлемнің жоғарғы жағына қарай шықты. Қалай дүниедегі ең ірі IT миллиардерлер Индиядан шығып жатыр дегенге бас қатырсаңыз, біздің қазіргі кедей, жоқшылықта күн көрген, өмірде көмірде құрылған қазақ халқы үшін алғанда, біздің жастарымызды, әсіресе басы істейтін талантты қазақ халқын батыстың өркениетіне бейімдейтін жалғыз жол ағылшын тіліне ойысу. Тұтас ұлт болып, тұтас халық болып, ағылшынша үйреніп, ағылшын тіліне қарай бет алсақ, біздің мемлекетімізден де үміт бар. Енді жаңағы тілдік тұрғыдан бір түсіндіріп тастадық. Енді сол Еуропа мен Американың ара қатынасын осы ағылшын тілі бойынша түсіндірдік.